Сәлем достар, дәл осындай өте дәмді болып шығатын бестің шайына тіске басар дайындайтын боламыз. Бізде бұл бауырсақ. Ең алдымен видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз. Жылы суға, қатты ыстық болмау керек, қанжылымыз суға дрожь саламыз керегінше. Одан кейін секер қосамыз. Одан кейін тұзын көбірек қосу керек, себебі бауырсағымыз тұзсыз болып қалады, аз болса. Одан соң шемешкі май қосамыз. Бәрін жақсылап араластырып, ұн себеміз. Осылайша қолымызбен бұлғап, ондай қатты емес, жұмсақтау келген нан илеп аламыз. Бетін маймен жағып қоямыз. Қақпағын жауып, жылы жерге алып қоямыз. Қамырымыз көтерілді, бірнеше рет басып, содан соң көтерілген қамыр барлығын бір жерге жинақтап, сіріп аламыз. Одан кейін мен бұны 4 бөлікке бөлдім. 4 бөлікке бөліп, бір бөлігін ғана пісіремін. Қалған 3 бөлігін бөлек-бөлек пакетке салып, морозильникке алып қоямын. Осылайша кез келген уақытта балдар бауырсақ сұраған кезде бестің шайына пісіргіңіз келсе, шығарып, ерітіп, жасап ала бересіз, қуырып. Дәмді болып, свежий бауырсақ болып шығады. Өзіме ұнайды осылай жасаған. Қалған бір бөлік бауырсағымды осылайша жайып, бөлшектерге бөліп, азғантай май құйылған табаға қуырып аламын. Мінекей май ысыған, ысымаған білу үшін кішкентай ғана тілім бауырсақтың бөлігін салып, қызарғанша күтеміз. Менде табада май азғантай. Сонда міне нанымыз, то есть бауырсағымыз көтеріліп, өте дәмді болып шығады. Түрі де әдемі. Осылайша қалған бауырсақтарды да қуырып аламыз. Дайын болған күйінде қазір сурет саламын. Міне өте дәмді болып шығады. Сіздер жасап көріңіздер.